Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Бүгін біз жай бөлшектермен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеуді үйренеміз. Бұған дейін біз координаталық сәуледе натурал сандарды салуды үйренгенбіз. Ал жай бөлшектерді қалай салады екенбіз, аралас санды қалай салады екенбіз қазір қарастырамыз. Бізде мынакей координаталық сәуленің бас нүктесі. Біз осы координата бас нүктесінен координата сәуленің бойына бірлік кесіндер алайық. Қазір бірден есеппен түсіндіре бастайық. 444-ші есеп. Бірлік кесіндіні 6 сантиметр қылып ал дейді. Біз мінекей 6 бөлікке бөлейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне 6-шы бөлікті қалыңырақ сызып қояйық. Бұны 1 деп белгілеп қояйық. Келесі 6 бөлік 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей 1 бөлік, 2, 3, 4, 5, 6. Бұны екінші дейік. Әрі қарай тағы да керек болатын болса, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей мұны 3 деген санның тұсына келеді екен. Қазір бізге мынандай дейді, 6-дан 1 деген бөлшекті салып көрсет деп тұр. Осы координаталық сәуленің бойына 6-дан 1 деген бөлшекті көрсетейік. Бұл 6-дан 1 деген бөлшек бірден кіші. Бірден кіші олай болатын болса, ол бөлшек 0 мен 1-дің арасында тұр. Ал 6-дан 1 деген сөз, мына бөлікті 6-ға бөлдік қой. 6-ға бөлдік, осы 6 бөліктің біріншісін ал деп тұр. Демек, мына жердегі тұрған сан 6-дан 1 деген нүктеге сәйкес келеді екен. 6-дан 1 неге осы жерде? Енді бұны А деп қойсақ та болады, немесе Б деп айтпай көрсетпей, солай түріне келтіре берейік. Қазір бізге есептеу барысында басқа сандарды салғанымызға қажет болады. Екінші, бізде сан 3-тен 1 деп тұр. 3-тен 1. Ал 3-тен 1 де осы 0 менен 1-дің арасында. Ол да 1-ден кіші. Бірақ бұл енді бізде 3 тұр ғой бөлімі. Мына жерде біз 6-ға бөліп тастадық. Ал 3-тен 1 деген бөлшектің негізгі қасиеті бойынша алымында бөлімінде 2-ге көбейтіп жіберсек, біз 6-дан 4 деген бөлшекті аламыз, яғни бөлімі 6-ға тең болатын бөлшек алдық. 3-тен 1 деген бөлшекті енді 6-дан 4 деген бөлшекпен ауыстырамыз. 6-дан 2 алдар мына жердегі. 1 мен 2-ні көбейтіп тұрмыз ғой. 6-дан 2 деген бөлшекпен ауыстырамыз. Ал кеттік, енді жазамыз. 6 бөлікке бөліп тұрмыз ғой. 1 бөлік, 2, 3, 6, 4, 5, 6 бөлік. Соны екіншісін ал дейді. Неке мына жер ол бізде. 6-дан 2. Ал бізде бұл оқулықта 3-тен 1 деп беріп тұр. Демек, 3-тен 1 мен 6-дан 2 бір нүктеге сәйкес келетінін неке көріп отырсыздар. Келесі 3-тен 2. 3-тен 2 деген бөлшекті. Бұл бөлшекті де мынандай түрде ондық бөлшек бөлімін 2-ге көбейтіп берілген бөлшектердің бөлімін 6-ға келтіреміз. 6-дан 4. Сонда 3-тен 2 деген бөлшектің орнына 6-дан 4 деген бөлшекті аламыз. Мінекей 1 бөлік, 2 бөлік, 3, 4-ші бөлік мына жерге келеді. Бұл 6-дан 4. Ал бізде оқулықта 3-тен 2 деген. Демек, 3-тен 2 мен 6-дан 4 деген екеуі бір нүктені көрсетеді. Келесі 1,6-дан 1. Бұл бөлшегіміз енді аралас сан бізде. Аралас сан 1-ден үлкен сан 1 бар, және 6-дан 1 бөлік бар. Бүтін бөлігі 1 болып тұр, бөлшек бөлігі 6-дан 1. 1-ден үлкен сан, бірақ 2-ден кіші сан. Ол 1 мен 2-ның арасында орналасады деген сөз. Міне 1 бүтін деген мінекей мына 1-ді көрсетіп тұр. 6-дан 1 деген сөз. Мына 6 бөліктің біріншісін ал дейді. Бізге мына жерге келіп тұр. 1 бүтін 6-дан 1 деген сан мына бөлікке келіп тұр. Келесі 1 бүтін 2-ден 1 дейді. 1 бүтін 2-ден 1-ді алу үшін жаңағы сияқты 1 бүтінге тиіспейміз, жазып қоямыз. 2-ні бөлімі 6 болатынға келтіру үшін 3-ге көбейтеміз. Алымында 3-ге, бөлімінде 3-ге. Сонда 6-дан 3 деген шығады. Демек 1 бүтін 6-дан 3. Мына 1 бүтін деген сөз 1 мен 2-ның арасында 1-ден кейінгі кесіндіден аламыз деген сөз. Ал 6-дан 3 деген мына 1, 2, 3, 3-ші бөлікке сәйкес келтіріп тұрған сан деген 1 бүтін 6-дан 3. Астына жазамыз 1 бүтін 2-ден 1. Яғни
осы екеуі үшін бізде 1,2-ден 1 мен 1,6-дан 3 екеуі бір нәрсені көрсетеді. Сол сияқты енді бізде оқылымызды ары қарай сұрап тұрған жоқ, бірақ 2 деп айтатын болса, мысалы 2,6-дан 2-ні тап десе, онда біз 2 мен 3-тің арасынан мына жерді көрсетуімізге болады. 2,6-дан 2, яғни 6 бөліктің екінші бөлігін алып тұрмыз. Мінекей 444 есеп осындай. Келесі есеп бізде қазір 447 есеп. Бізге координаталық сәуле берілген. Осы сәуленің бойындағы бірлік кесіндіні 1 сантиметрге теңдеп алып, мына нәрсені орындаңдар дейді. Бірінші А нүктесі координатасы 6-ға тең. Осы нүктені белгілеңдер дейді. Ал координатасы 6 болатын нүктені белгілейік. Ол бізде мына нүкте. А нүктесі координатасы 6. Әрі қарай осы нүктеден 2 бірлік кесіндіге тең қашықтықтағы нүктелерді тауып, оларды әріптермен белгілеп, координаталарын жазыңдар дейді. Яғни, осы А нүктесінен 2 бірлік кесінді. Оңға қарай 2 бірлік кесінді аламыз, және солға қарай 2 бірлік кесінді аламыз да, сол нүктелердің координатасын белгілейік. А нүктесінен 2 бірлік кесінді жүрейік. Міне біреу, екеу. Мінекей 2 бірлік кесінді оңға қарай жүрдік. Координатасы В нүктесі деп қояйық. В нүктесі, мына жерге былай стрелка қойып қояйық. 2 А нүктесінен 2 жаққа жүрдік деген сөз. В координатасы 8. Келесі А нүктесінің сол жағына тағы да бірлік кесінді жүрейік. Екеуі де бірдей. Оң жаққа да жүріп жатырмыз, сол жағынан да жүріп жатырмыз. Ол нүкте бізде С нүктесі дейік. С нүктесі координатасы 4. Мінекей біз бірінші есептің сұрағына жауап бердік. Екінші есеп бізде, осы есептің екіншісі былай дейді. А нүктесі дейді, координатасы 2, В нүктесі координатасы 8. Координатасы 8 дейді. АВ кесіндісінің қақ ортасындағы С нүктесін табыңдар дейді. Ал енді біз тағы басқа екінші координаталық сәуле салайық бізге. Осы екінші есебімізге арнап. Координата басы О нүктесі. Біз бағытын белгілейік және бірлік кесінділер салайық. Жаңағы есептеуіміз бойынша бірлік кесінділерімізді бізде мына жерден неге алып, былай өлшеп отырайық та, қалған бірлік кесінділерді осыған сәйкес қылып салып отырайық. Так, нүктелермен қазір белгілейміз. А нүктесі координатасы 2 дейді, ол бізде мына жерде тұр. В нүктесі координатасы 8 дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 неке. Яғни O нүктесінен бастап санадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ол бізде В нүктесі. Енді есеп сұрап отыр. Осы екі нүктенің қақ ортасын белгілеңіз дейді. Яғни АВ кесіндісінің қақ ортасын белгіле дейді. Бізде мына АВ кесіндісі бар, неке? Мына жерде кесінді бар. Осы кесіндінің қақ ортасы дейді. Енді мына АВ кесіндісінің ортасын қарашы. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ғой. 6 бірлік. Ал 6 бірліктің қақ ортасы бізде 3. 1, 2, 3 деп мына жерге қоямыз. Бұл бізде Д нүктесі дейік. Енді Д нүктесінің координатасын жазамыз. Жауабы Д нүктесінің координатасы қандай нүктеге сәйкес келіп тұрған табу үшін біз О нүктесінен бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 деген санға сәйкес келіп тұрған. Демек, АВ кесіндісінің қақ ортасы Д нүктесі болады екен. Оның координатасы Д. Және 5-ке тең. Ал, мінекей құрметті оқушылар, осындай жай бөлшектермен аралас сандарды координаталық сәуледе осылай кескіндеуге болады. Біздің арнамызға тіркеліп, келесі сабақтарды жіберіп алмай, үнемі біздің сабақтарымызды қарап, өздеріңнің пікірлеріңді қалдырып отырыңдар. Келесі сабақта кездескенше.